Теміртау хоккей клубы қыркүйектің 9 күні шайбалы хоккейден Қазақстан чемпионатының аясында алғашқы ойын өткізеді. Біздің ойыншыларымыз соңғы даярлықтарын Теміртау қаласында өткізді. Қыркүйектің есіне қаланың мұз сарайында теміртаулық жанкүйерлер үшін ашық жаттығулар өтті. Теміртаулықтар команданың жаңа маусымға әзірлігін ғана бақылап қоймай, жаттығудан кейін Теміртау хоккей клубының ойыншыларымен бірге суретке түсіп, сұхбаттасуға мүмкіндік алды. Команда жаттықтырушысы Дмитрий Максимов маусым алды даярлықтың қорытындысы жайлы әңгімеледі. В полном объеме мы прошли все намеченные наши планы. Біз өзіміз жоспарлағанымызды толық орындадық. Бастапқыда құрамда жақсақтадық. Екі командаға, Сарыарқаға да, тактикалық та жүктеме бойынша біз барлығын жүзеге асырдық деп ойлаймын. Дмитрий Валерийұлы құраммен селектикалық жұмыстар жасалғанымен, маусым барысында команда құрамына өзгерістер ену мүмкіндігін айтады. Клубтың бас жаттықтырушысы өткен маусым қорытындысын шығарды. Сплав молодости и опыта позволяет нам. Тәжірибелі ойыншылар жастарға қандай тәсілдерді қолдану керектігін өз тәжірибелерімен бөлісуде. Ойынның жалпы сценарий біздің ойымыздан шықты. Сарыарқа командасымен. Меніңше кейбір сәттер болды, алайда оны чемпионаттың барысында қалыпқа келтіреміз деген ойдамын. Егер жаңа маусымның басты міндеттері жайлы айтар болсақ, ол ауқымды болып тұр. У нас задачи, знаете, максимальные. Біз жаңа маусымда үлкен міндеттерді алға қойып отырмыз. Бірінші орыннан төмен болмау қажет. Жігіттер алдында максималды міндеттер қойылған. Тек чемпионатта ғана емес, әрбір ойында өзінің шеберлігін көрсету үшін бар мүмкіндікті пайдалану қажет. Демид Еремеев Қарағанды хоккей мектебінің тәрбиеленушісі. Ол жас болғанына қарамастан табысты ойыншы деп атауға болады. Қазір күнде Демид Теміртау хоккей клубының голкипері. Думаю, что за последние годы... Менің ойымша, соңғы жылдары Қазақстанда хоккей жоғары деңгейге көтерілді. Айрықша Қарағанды мен Астана өңірлерінде. Бұл жерлерде нағыз шебер хоккейшілер әзірленуде. Олар команданың жас ойыншыларына мол тәжірибелерімен бөліседі. Огромное желание уделяется казахстанскому хоккею. Қазақстанда хоккейге кең көңіл бөлінген, жастарды көп тартуда. Олармен жеке жаттығулар жасалады, сондықтан жастар да дамып келеді. Я считаю, развитие выросло и больше денег начало уделяться. Менің ойымша, хоккейге көп көңіл бөлініп, қаржы да көп бөлінуде. Бұл жастардың хоккеймен айналысуына мүмкіндіктер береді. Бізде бұрын мұз болмайтын, қазір жастарға ондай мүмкіндіктер жасалған. Олардың жаттығу Теміртау мен Сарыарқа командасының құрамына енуіне мүмкіндік береді. Қымбатты жанкүйерлер, біздің ойынымызға келіңіздер. Біз жеңіске жетіп, сіздерге қуаныш сыйлауға тырысамыз. В этом сезоне мы постараемся. Бұл маусымда біз жақсы ойын көрсетуге тырысамыз. Келіңіздер, біздің ойынымызды көріп, жанкүйер болыңыздар. Постараемся в этом сезоне не подвести. Осы маусымда тек жеңіске жетуді мақсат етеміз. Келіңіздер, бізге жанкүйер болыңыздар. Уважаемые, дорогие болельщики. Қымбатты жанкүйерлер, Теміртау қаласының мұз сарайы алаңында өтетін біздің ойынымызға келіп, бізге жанкүйер болып қолдау көрсетіңіздер. Ал біз өз тарапымыздан жеңіске жетіп, қуаныш сыйлауға бар күшімізді салатын боламыз. Теміртау хоккей клубының ойыншыларымен бас жаттықтырушысымен болған әңгімелесу жайлы толығырақ қыркүйектің 7 күні сағат 18:30-да біздің арнамыздан Сергей Инабаевтың авторлық бағдарламасынан көретіндеріңізді еске саламыз.